Сәлем достар, эфирде мен Камила. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай тамаша, дәмді әрі тойымды баклажан салатын істейтін боламыз. Баклажанның екі әдіспен қору жолын көрсететін боламын. Ең алдымен керекті баклажанымызды алып, жұқа етіп, дөңгелекше етіп турап шығамыз. Міне осындай жұқа болып шығу керек. Және суымызға аз мөлшерде тұзды салып, турап алған баклажанымызды жарты сағатқа қоятын боламыз. Бір немесе екі дана жұмыртқаны жарып, бұның үстінен де тұз салып, араластырып, баклажанымызды аунатып қуыруға дайындаймыз. Міне жарты сағат өтті. Баклажанымыздың бәрін судан шығарып аламыз. Және табамызға аз мөлшерде майымызды құйып, біртіндеп қуырып шығатын боламыз. Бірінші әдіс жұмыртқаға баклажанды салып, осылай қуырып шығу керек. Мен көбінесе осы әдісті жақсы көремін. Тағы бір екінші әдісті қазір көрсететін боламын. Бізде екінші әдіс баклажанымызды жұмыртқаға сала отыра, сухарикке батырып алып, қуыру әдісі. Бұл бізде екінші әдіс. Міне баклажанымызды жұмыртқаға салдық. Сосын сухарикке екі жағын аунатып алып қуырамыз. Қуырылып шыққан баклажандарды суыту үшін тарелкамыздың үстіне құрғақ салфеткаларды төсеп, соның үстіне қуырылған баклажандарды қойған дұрыс. Міне екі жағы қызарып, әдемі болып шықты. Барлық баклажандарды бір келкі етіп, осылай қуырып шығатын боламыз. Ортасынан салатын салмамызды дайындаймыз. Ең алдымен бізге чеснок, бір дана чеснокты ашып, майдалап, ұсақтап турап шығамыз. Чеснокты бір ыдысқа салып, үстінен майонезімізді араластыратын боламыз. Укроп қоссаңыздар да болады. Менде укроп болмаған соң, тек қана чеснок пен майонезді араластырып қостым. Және қажетінше помидор қажет болады. Помидорды жұқа етіп турап шығамыз. Менде қатты үлкен помидорлар болып кетті, сондықтан помидорды екіге бөліп салатын боламын. Видеода көріп отырғандарыңыздай, әр салмасын дайындаған сайын арасына осылай майонезді салып отырған дұрыс. Міне менің салатым дайын, өте дәмді, балалар да ұнатып жеп қояды. Астарыңыз дәмді, өмірлеріңіз мәнді болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.